О, мынау қызық екен. Паркерді, ерке көрмекші тәрізді ұрғашыларды арбай алады дейді. Болды, қойшы Көп енді. болады өрмекші мырзам. Осы жерде қала берейікші, әйтпесе төменде қар баласы. Өрмекші адамның бетпердесі шешілді. Оның аты Питер Паркер. Тыңдаңыздаршы енді, Мистерияны өлтірген бұл мен емес, оны жасаған дрондар. Дрондар сенікі. Сәл жеңілдеп қалған шығарсың. Түсінбедім. Бәрі кім екеніңді біледі. Жасырына өтірік айтудың қажеті жоқ. Мен сені алдағым келген жоқ, бірақ сен өрмекші адам екеніңді басқаларға қалай мойындауға болады? Ал енді бұл бәріне белгілі болды. Мәселе менде емес, осы үшін көбісі зардап шегеді. Сондықтан мен бәрін қалай қайтадан түзеуге болатынын көп ойлаймын. Сәлеметсің бе, Питер. Менен саған не қажет болды? Оны азалағаным үшін кешірім сұраймын, мырза. Не дегенің, біз бүкіл әлемді бірге құтқардық емес пе? Сондықтан да дәріптеудің керек жоқ, жарай ма? Жарайды, істеймін. Бір түрлі естіледі екен, бірақ солай болу керек. Мен Мистерияның құпиясын ашқан кезде менің бүкіл өмірім астан кестең болды. Сондықтан сіз бәрін бұрынғы қалпына қайтара аласыз деп ойлаймын. Сенен өтінемін, тек сиқыр болмасыншы. Бұл өте қауіпті. Жарайды. Түсіндім. Бүкіл әлем Питер Паркердің кім екендігін ұмытады. Қалай сонда? Бәрібір де ұмытпасын. Жоқ, бұл олай жұмыс жасамайды. Бірақ бұдан кейін МJ бәрін ұмытып қалады ғой. Сиқырға қарсы келме. Ал Нетче, ол менің ең жақын досым, және Мэйапкиді ұмытпау керек. Аузыңды жап, Питер. Бұл не болды өзі? Көп қырлы әлем жайлы білетіндігім өте аз. Біз кеңістік уақыт континуумының тұрақтылығын бұздық. Кінә сенің екі түрлі өмір сүргің келетіндігінде. Бұл қаншалықты ұзақ қайталана берсе, соншалықты қауіпті болмақ. Өз арманыңнан сақтан, Паркер. Сәлем, Паркер.